Қоян етінің пайдасы өте диеталық ет. Құрамында май өте аз. 100 грамм шамасымен 4-6 грамм май ғана. Калориясы төмен. 100 граммда 120-150 килокалория. Семіздік пен артық салмақпен күресетіндерге таптырмас ет. Ақуызға, белокқа бай. 100 грамм етте 20-22 грамм ақуыз бар. Бұлшықетті қалпына келтіруге, өсуге өте пайдалы. Спортпен айналысатындар үшін мінсіз таңдау. Ағзаға сіңімді. Қоян еті адам ағзасына ең жеңіл сіңетін ет түрлерінің бірі. Ас қорыту жүйесіне ауырлық түсірмейді. Бауыр мен бүйрекке зиянсыз. В дәрумендері көбірек. В1, В2, В6, В12 жүйке жүйесін жақсартады. Күйзелісті азайтады. Қан түзілуіне де көмектеседі. Әсіресе В12 аллергия тудырмайды. Қоян еті гипоаллергенді. Балаларға аллергиясы бар адамдарға жарайды. Бірінші, қосымша тамақ ретінде де жиі қолданылады. Нәрестелерге де арналған тағамдар да бар. Жүрек пен қан қысымына пайдалы. Қанықпаған май қышқылдары бар. Холестерині төмен атеросклероз, гипертония сынды аурулардың алдын алуға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Цинк, темір, магний, фосфор сияқты минералдар арқылы ағза қорғанысын жақсартады. Қоян еті ағзадан радиация мен ауыр металдарды шығаруға көмектесетіні дәлелденген. Онкологиялық ауруларға қарсы тағамдар тізіміне кірді. Кейбір елдерде балалар мен қарттарға өте пайдалы. Жұмсақ, сіңімді, дәруменге бай. Асқазаны әлсіз қарт немесе бала ағзасы үшін өте қолайлы. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер ақпаратымызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.